Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен дәл осы дәмді әрі ерекше пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Творожное безе деп айтады бұл пирогтың атауын. Бұл өте дәмді әрі ерекше. Ең алдымен 250 грамм ұнды електен жақсылап өткізіп аламыз, және де үстінен салқын сары майымызды салып, крошка болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сары майдың орнына маргаринді де қолдансаңыздар болады. 120 грамм сары май. Барлығын жақсылап крошка болғанша осылай араластырып аламыз. Енді бір жұмыртқамызды 50 грамм құм шекердің үстінен салып, үстінен сода мен уксусты газ етіп, жақсылап араластырып, жаңағы массаның үстіне құйып, тесто жасап аламыз. Жұмсақ тесто шығу керек. Міне осы дайын болған тестоны пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Ішіндегі начинкасына бізге осындай творог қажет болады. Кез келген творог бола береді. 300 граммдай творог, үстінен бір жұмыртқа және де құм шекерді араластырып, тәттілігіне қарай салсаңыздар болады. 100 граммдай салдым. Осылай блендерменен жақсылап езіп, дайындап қоямыз. Неке осындай кальцияға пергамент қағазын төсеп, менде пергамент жақсы сапалы болғаннан кейін ешқандай майды қажет етпейді. Май жағуды. Қамырымызды осылай жарты сағат тұрғаннан кейін осылай алып, қолмен жақсылап тегістеп, үстіне жаңағы творогымызды салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Бұл пирогымыз бізде творожное безе болғаннан кейін оған безе жасайтын боламыз. Безені жасаған кезде ыдысымыз бен миксерімізде ешқандай да су болмау керек. Міндетті түрде тап-таза сухой болу қажет. Ол өте маңызды. Менде мұнда 3 жұмыртқа, жұмыртқаның ағынан жасаймыз безені. 3 жұмыртқаның ағы кетті бұл безеге. Үстімен кішкене ғана тұзды, шым-шым тұзды салып, оны өте ұзақ араластыру керек. Егер де сізде безе ағармайтын болса, дәл осындай масса шықпайтын болса, онда сізде ыдысыңызда су болғаны, тамшы су болса да, ол сізде безе шықпай қалады. Сол үшін де соған міндетті түрде назарыңызды салыңыз. Ешқандай да су, тамшы су да болмау керек. Қолыңыздың өзі де ешқандай су болмау керек. Барлығы да сухой болу керек. Үстінен құм шекерді салып, тәттілігіне қарай салсаңыз болады. 100 граммдай құм шекер салдым. Және де осылай ұзақ араластыру керек миксермен. Алдыменен ол беземіз кішкене осылай біркелкі масса шықпай, сұйық болып тұрады. Кейіннен жаймен де осылай қоюлана түседі. Және де миксердің басында осылай қатып қалу керек. Дәл осылай ешқандай қимылдамай өстіп тұру керек. Безенің дайын болған осыдан білесіздер. Дәл осындай масса шығу керек.
қазір осы безені біз осы дайын болған творогтың үстінен салып тағы да 5-10 минут жай ғана кішкентай ғана градуста ғана пісіріп аламыз. Ол деген 180 градустағы пеште емес, 50 ғана градуста 5-10 минут қана пісіріп аламыз. Міндетті түрде пешіңізді ең баяу градусқа қоюыңыз керек. Өйткені оның беті қатты күйіп кетпеу керек. Ол жай ғана отта өзі хрустящий болғанша пісу керек. Сол үшін градусыңызды ең азына қойып қойыңыз. Мінекей біздің пирогымыз осылай дайын болды. Бетінде осындай корочкасы қоңыр болып пісті. Өте дәмді әрі әдемі. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.